Good afternoon, pupils. Let's begin our English lesson. Open your copybooks and write down the date. Today is the 3rd of February. And open your vocabulary books and write down the new words. Listen and repeat after me. Trumpet, blow, strike, pluck, shake, have to. Бүгін біз к дыбысын үйренеміз. Егер си және кей әріптері бірігіп келсе, онда ол к деген дыбысты білдіреді. Және де сөздің соңында кей и әріптері бірігіп келсе, онда ол да к дыбысын білдіреді. Pluck, pluck. Strike, strike. Shake, shake. Look, he can pluck, strike, and shake his musical instruments. Exercise 26 on page 74. Listen and number. 74-ші беттегі 26-шы жаттығуды орындаймыз. Музыкалық аспаптар орындалады, соны нөмірлеп жазамыз. And exercise 29 on page 75. 75-ші беттегі 29-шы жаттығу. Match, then say. Суретте берілген аспаптарды ойнау әрекетіне қарай тауып, сәйкестендіру қажетпіз. Мысалдағыдай сөйлем құрап жазуымыз қажет. For example, when you play the tambourine, you have to shake it. Тамбурин ойнаған кезде сен оны сілку қажетсің. Яғни асты сызылған сөздерді көріп тұрмыз. Сол сөздердің орнына музыкалық аспаптың бір түрі және ойнау әрекетін жазамыз. The lesson is over. Goodbye.